Сәлем баршаңызға. Өмір сүрудің алғы шарты әр басқан қадамдарымыздың алдында әрбір ашылатын мүмкіндіктер атты есігімізді ашу алдында бүкіл әлемдердің Раббысы Аллаға тәуекел ету болса, батыл, шынайы түрде тәуекел ету үшін Алланы бірге таниық. اللطيف 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 Жұмсақ мейірімді, зор кеңшілік иесі, өзінің құлдарына өте ілтипатты, өз құлдарының істерін толық біледі және адамдардың мінездеріне жұмсақтық танытады. Алла құлдарына жұмсақ, қалағанын ризықтандырады. Ол күшті әрі даңқты. Алла тағала өзінің осы бір көркем есімін 133 мәрте қайталап жүрген адамға шексіз ризық беріп, оның ізгі ниетті жоспарларын жүзеге асырады. Сондай-ақ кедейліктен, кеселден, жалғыздықтан немесе сараңдықтан құтқару үшін сүннетке сәйкес түрде ғұсыл алып, шомылып, 2 бас нәпіл намаз оқыған соң осы көркем есімді 100 рет қайталаса, тілегі орындалады. الخبير 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 Бәрінен хабардар, толық хабар алушы, барлық істер оның қалауымен жасалады. Ол ешқашан хабарсыз қалмайды. Жаратушының бұл көркем есімін қайталаған адамды Алла тағала қанағатты етеді. Алла пенделерінің үстінен өктем, әрі ол дана һәм бәрінен хабардар. Осы көркем есімді 4 күн бойы шынайы ықыласпен көп мәрте қайталаған жан Алланың қалауымен хикметке жетеді. Сондай-ақ бұл есімді көп қайталау нәпсінің тойымсыздығынан және жаман әдеттерден құтқаруға себеп болады. الحليم 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 Мүләйім, жылылық иесі, ерекше мейірімді, өте жұмсақ, азабын тездетпейді, бірақ малғын шайтанға еріп күнәлі іс жасағандарға азабы жақын. Алла кешірімді, әрі мүләйім. Осы көркем есімді бір жапырақ қағазға жазып, оны суға езіп, сол суды біреуге не бір нәрсеге бүрксе, сол нәрседе Алла қаласа құт-береке мен сақтаныш болады. Ал егін салып жатқан кезде осы есімді бір қағазға жазып, оны егін себілген жерге жасырса, иншалла егін зияннан аман болады. العظيم 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 Ұлы, ардақты, аса зор кеңшілік иесі, мәртебелі, ең ұлы, ардақты, оның мәртебесінің басы да, соңы да жоқ. Ұлы Раббыңның есімін пәктеп, дәріпте. Осы көркем есімді көп мәрте қайталаған жан, иншалла, абырой мен құрметке лайықты болады. الغفور 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 Кешірімді кешіруші, күнәларды кешіруші, кешірім сұраушыларды күнәлары үшін қолға алмайды, жаман істерін жақсы амалдарға ауыстырады. Әрі Раббың кешірімді, әрі мейірім иесі. Осы бір Алланың көркем есімін ұдайы қайталаған адам бас аурудан, тұмаудан, қайғы қасіреттен құтылады. Иншалла, сондай-ақ осы адамға Алла құт береке мен ұрпақ сыйлайды. Ал кімде-кім шын ықыласпен «Уа кешіруші, уа Раббым, мені кешіре көр» деп айтса, Алла оның күнәләрін кешіреді. الشكور 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 Алғыс иесі, жақсылықтың қарымтасын қайтарушы, шүкірді қадірлеуші, адамдарға шүкірлік айтқаны үшін ізгілік етеді, құлдарына көркем істері үшін ізгілік сыйлайды. Ал кім ізгілік істесе, оның ізгілігін арттырамыз. Шындығында Алла кешірімді, әрі алғыс иесі. Осы көркем есімді күніне 41 мәрте қайталауды дағдыға айналдырған жан қаржы, денсаулық, рухани және тағда басқа қиындықтардан құтылады.
жүрегінде ауыр сезімі, қайғы-мұңы бар адамға осы көркем есімді 41 рет ыдысқа құйылған суға оқып, сол суға шомылу ұсынылады. Сол уақытта Алла қаласа, оның жағдайы жеңілдеп, ерік-жігер беріледі. العلي 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 Бәрінен биік, асқақ, өте биік, жоғары мәртебелі. Адамдардың сезім, сана және басқа қабілетіне келетін бейнелерден тыс, одан жоғары. Ол әр уақытта биікте, үкім айту, асқақ, үлкен, Аллаға ғана тән. Осы көркем есімді күн сайын қайталап жүруді дағдыға айналдырып, оны қағазға жазып сақтап жүрген жанның Алла тағала байлығын арттырып, ізгі мақсат мұраттарына жеткізеді. Сондай-ақ бұл есімді әрдайым айтып жүрген адамның иманы күшейіп, игі ниетті істеріне жеткізетін болады. الكبير 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 Үлкен, аса зор, ұлық, ең ұлы, абырой мен мәртебе иесі. Адамдардың ойлау, көру және сезу мүшелерінен тыс. Ол Алла, ғайыпты әрі жарияны білуші, үлкен әрі бәрінен биік. Жұмысынан себепсіз шығарылған, немесе қиындыққа тап болған адам Алланың разылығы үшін 7 күн бойы нәпіл ораза тұтып, әрбір күні осы көркем есімді шын ниетпен 1000 мәрте қайталаса, иншалла, Алла оның қиын ісін оңайлатады. Ал бұл көркем есімді күн сайын 100 мәртеден қайталап жүрген жан сый мен құрметке ие болады. الحفيظ 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 Сақтаушы, қорғаушы, әрі Раббың әрбір нәрсенің сақтаушысы. Бұл көркем есімді әрдайым күн сайын қайталап жүрген пенденің Алла тағала түрлі тауқыметтерден, зиянға ұшырауынан сақтайды. Ал күніне 16 мәрте қайталаған жан бәле жаладан аман болады. المقيت 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 Қорек беруші, пенделердің қажеттіліктерін меңгеруші, құдіретті. Алла барлық нәрсеге қорек беруші. Осы көркем есімді көп қайталап жүрген жанның дұғасы қабыл болып, таршылықтан азат болады. Осылайша көркем есімдермен дұға қылу туралы деректер өте көп. Бізде дұғамыздың қабыл болуы үшін Алланы терең танып, жақындау үшін әрине оның көркем есімдерімен танысуымыз, білісуіміз керек. Алланың көркем есімдерін дұғамызда, құлшылығымызда, өмірімізде қолдансақ, сол есімге лайықты түрде әрекет жасау өте маңызды. Дұғамыз орындалып, құлшылығымыз қабыл болсын десек, Алланың көркем есімдеріне лайықты болайық. Мысалы, я Раббым, сен ең әділетті, ең мейірімді, ең жомартсың. Сен уәдеңде берік тұрушысың. Әрекет етсең берекетін беремін дедің. Мен өзіңнің ризалығың үшін отбасымды асырауға әрекет етіп, осы бір істі бастамақшымын. Сен жомартсың. Сен қаласаң нені болса да жүзеге асырасың. Ең қайырлы жолмен қысқа уақытта осы ісіме берекет бере көр деп дұға жасап, әрекетін жасаумен қатар Алланың жомарт есіміне лайықты болу үшін садақа беріп, айналаңызға әділетті, мейірімді болумен қатар уәдеңізде тұрып үздіксіз ізденісте әрекетте болыңыз. Біз асығамыз, дұғамыз орындалмады деп, біз Алланың есімін ауызбен жаттаймыз. Сондықтан әрекетімізде, дұғамызда нәтижесіз сияқты көрініс береді. Жаттадым ғой, сонда да болмады деп міндетсінбесек, әрбір істі Алла разылығы деп бастап, аузымыздан шыққан әрбір жақсы сөзді жүрегімізге орнатсақ, бүкіл әлемдердің Раббысы, жауап беруші Алла тағала біздің мәселемізді жауапсыз қалдырмайды. Қазақ тілді арнамыздың дамуына өз үлесіңізді қосып, қоңыраушаны басып, маған қолдау білдіріп жазылып алыңыз. Жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.